Сәлем достар, біз бүгін фаршированный тыква жасайтын боламыз. Ол үшін сәбіз, тәтті бұрыш, ашты бұрыш, помидор, чеснок, пияз қажет болады. Көлемдерін видеоның астына жазып кететін боламын. Осылайынан тыквамыздың ішін бірінші тазалап алатын боламыз дәнектерін. Және де қызып тұрған майға фаршымызды 5-6 минуттай қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзын бұрышын фаршқа салатын боласыздар. Кейіннен жаңағы помидорымызды 4 бұрышты қылып турайсыздар, үлкен емес, орташа қылып турайсыздар. Артынан бұрыштарымызды да дәл солай турап алатын боламыз. Сәбіз, егер де дәу сәбіз болса, жартысын ғана тураңыздар, кішкентай болса, біреу жетеді. Өйткені бізде асқабақ тәтті шығып кетуі мүмкін сәбіздің. Кейіннен пияз чесногымызды тураймыз. Қуырылған фаршымызды алып тастап, сол сковородкаға пияз, чеснок, сәбіз, бұрыш, помидор барлығын қуырып алатын боласыздар. Видеодағыдай дәміне қарай тұзын, бұрышын, паприка, базилик себетін боласыздар. Және де бір лавровый лист салып қуырасыздар. Где-то 10 минуттай орташа отта қуырып алатын боласыздар. Кейін қуырып біткеннен кейін лавровый листті алып тастайсыздар. Артынан осылай ыдысымызды майлап аламыз, және де тыкваның сыртын, крышкасын майлайсыздар, күйіп кетпеуі керек. Кейін қуырылған начинкамызды осылайынан толтырып, асқабақтың ішіне салып шығатын боласыздар. Қалауларыңыз бойынша сыр салсаңыздар да болады ең үстіне. Солайынан 180 градуста қызып тұрған духовкамызға пісіріп алатын боласыздар. Мен 1 сағат 15 минут пісірдім. Сынар кезінде ішіндегі барлық начинканы асқабақпен бірге араластырып беретін боласыздар. Асқабақтың піскен-піспегендігін сырты жұмсарғаннан кейін, және де осылай крышкасындағы асқабақты қасықпен алып көрсеңіздер болады. Ол піссе бере бересіздер, бірақ 1 сағаттай пісуі керек. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментария жазып, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.